Баршаңызға ассаляму алейкум достар. Бүгін сіздермен бірге 12 қасық бәлішіні рецептімен бөлісемін. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаларымызды саламыз, оның үстіне қант сеуіп, бұның бәрі миксермен жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін болмаса сұйық майымызды құямыз және сүтімізді құямыз, бұның бәрі миксермен жақсылап араластырамыз. Сонында массамызға ұн саламыз және де қопсытқыш салып, бұның бәрін біркелкі массаға дейін миксерлейміз. Мінекей бізде осындай сұйық қамыр шығу қажет. Енді қамырымызды дайын формаға құямыз және бәлішімізді 180 градуста 20-25 минут дайындаймыз. Мінекей достар, біздің 12 қасық бәлішіміз дайын. Ол өте жұмсақ, өте нәзік, мамықтай болып шықты. Сіздерге бұндай бәлішті 100% дайындауға кеңес беремін. Ал егер видеоны лайк қойып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ассаляму алейкум.